Тұрсынбек Қабатовтың әйелі жеке өміріне қатысты құпияны айтты. Танымал әзілкеш Тұрсынбек Қабатовтың әйелі Мөлдір Мұханова жеке өміріне қатысты сұраққа жауап берді. Бүгін де өнерлі жұп ел алдына бірге шықпай, тыңдарманын алаңдатып қойды. Бұл туралы skifnews.kz ақпарат порталы хабарлайды. Тұрсынбек екеуі ажырасып кеткен. Күйеуі көрінбей кетті. Тұрсынбек екінші әйелімен тұрып жатыр екен. Мөлдір неге үнемі жалғыз жүреді? Тұрсынбектің арқасында шалқып жүр. Мөлдір баяғының бақсылары сияқты, деп жазды көпшілік. Әзілкештің жұбайы барлық пікірді жауапсыз қалдырып, тек әйел ашуланса құлпырады деп жазған пікір иесіне ол рас деп жауап қайтарды. Қадірлі көрермендер, танымал тұлғалардың өмірі үнемі жұрт назарында жүретіні түсінікті. Алайда Мөлдір Мұханова мен Тұрсынбек Қабатовтың жеке өміріне қатысты түрлі болжамдар мен орынсыз сын айту мәдениетке жат қылық шығар. Адамның әр қадамын, әсіресе отбасын сырттай тон пішіп бағалау ешкімге абырой қоспайды. Мөлдір ханымның әйел ашуланса құлпырады деген пікірге сабырмен, қысқа ғана ол рас деп жауап беруі, оның меніңше ішкі парасаты мен өзіндік ұстанымын көрсетеді. Бұл артық сөйлемей, эмоцияға берілмей, сыпайы түрде пікір білдірудің мысалы. Егер расымен де жеке өмірлерінде өзгеріс болса, ол олардың таңдауы. Біз сырттан қарап, тек жақсы тілек айтуды үйренуіміз керек шығар. Сын емес, сабыр мен сыйластық қоғамымыздың басты байлығы болуы тиіс.